Түркістан қаласын сарқынды су желісімен қамтамасыз ету бойынша құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда Шавгар ықшамауданында және ортақ тұрғын алабында кәріз жүйелерінің жұмысы басталған. Бұл жобалар 2023 жылы басталып, биылғы жылы аяқтау жоспарланып отыр. Қала бойынша кәріз жүйесімен қамту көрсеткіші бүгінде 36,5% құрайды. Жалпы 17.560 абонент орталық кәріз желісіне қосылған. Биылғы таңда 6 жобаны аяқтау жоспарланған осы 25-те. Соның бірі осы жердегі Шавгар секторындегі Таймас компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызмет көрсетіп жатыр. Осы жерге жұмыс жүріп жатыр. Бұл жерде жалпы осы сектордағы 45 көшені қамтиды. Халық санын алғанда 13.000 халық саны, 3.200 абонентті кәріз суымен кәріз жүйесін жүргізу жұмыстарын жүргізеді. Құны 5,2 миллиард. Осы сектордікі. Бұдан өзге кәріз инфрақұрылымын дамыту мақсатында 11 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар тағы 2 нысан бойынша жобалау сметалық құжаттама әзірленуде. Түркістан қаласында тәулігінде 20.000 метр куб сарқынды суды тазартуға қауқарлы нысан сарқынды су тазарту имараты жұмыс істейді. Ол тәулігіне шамамен 8.000 метр куб көлемінде сарқынды суды қабылдап, толық тазартудан өткізуге қауқарлы. Бізде қазіргі таңда 32% құрайды. Жалпы кәріз суымен қамтылған аудандар, ішкі тұрғын үйлерді. Ал жаңағы жобамызды аяқтаған кезде бір 78%-ға жетеміз деген жоспарымыз бар. Бұдан бөлек Түркістан қаласында көктемгі түп ағаштарын отырғызу жұмыстары жүргізілуде. Нақтырақ айтқанда қарағаш, терек сынды тал егу жұмыстары қолға алынып, қаланың жасыл аймағын кеңейтуге аса мән берілген. Айта кетейік, Түркістан қаласында биылғы жылға жалпы саны 214 мың түп ағаш егу жоспарланған. Қазіргі таңда жалпы 100% түбінде лунка дейміз ғой, шұңқырларда қазу жұмыстар 100% жүргізілді. Қазіргі таңда 35 мың түп ағаш біз облыстық табиғат қорғау басқармасынан 35 мың түп ағаш көшеттерін алдық бүгінгі таңда. Күнделікті келіп жатыр, 2,5-3 мың түп ағаш күнделікті осы егіліп жатыр. СК Геокарт тарапынан.